Ассалаумағалейкум. Бүгін 27 қаңтар, күн дүйсенбі. Шымкент қаласы Кыртый базарынан, Жабық базарынан қолданыста болған тауарлар және жаңа заттар бағасымен танысасыздар. Осы дөрбі бағасы, етік, аяқ киімдер бағасымен, қол машинка, оверлок, пышақ, балта және тағы басқа заттар бағасымен танысасыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеоны қолдап, лайк басып кетіңіздер, және де өз ойларыңызды комментарияда жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық бүгінгі түсірімді. Ал жігіттер жаңа бинокльдер келіп қалды. Мынау советский бинокль 12-ге 45 Совет одағы кезінде шыққан 1985 жылғы паспортымен. Мынау бинокль идеальный состояниеда. Мына фокусировкасы, мына өзінің родной жазылғаны. И мына көрінісі. Ешқандай сарапина айыбы жоқ. Мына чехолы өзінің родной чехолы. Ешқандай айыбы жоқ. Гарантиясымен. Бағасы 120. Енді екінші биноклімізге өтеміз. Екінші бинокліміз бұл да советский. Бұл 10-ға 50. Мынау 50 деген мынау расстояниясы. 10 деген несі? Увеличениесі. 10 рет үлкейтеді. Міне. 7-ге, то есть 7-ге 50 деген екен. Бұның бірақ родной чехолы жоқ. Мынандай чехол тауып қойдық. Ешқандай айыбы жоқ. Таза, жылтырақ, қандай нелерді, әйнектерде ешқандай сарапина да жоқ, сынған жерде жоқ. Айыбы жоқ. Бұған да гарантиясы бар. 120 бұнда бағасы. Ары қарай дәліш кеттік. Енді мына жерде бір японский бинокль кездесіп қалды. Бұл да Совет одағы кезінде шыққан примерно 70-80 жылдарда. Мынау несі? Бұрайтын жері, регулировкасы мынадан екен. Бұған да гарантия. Бұл да 10-ға 50. Мына 50, мынағы 10. Чехолы енді өзінікі емес, өзінікі тозып кеткен екен. Мынандай чехол мен алдым. Идеальный состояние чехолы. Іштеріне көріңіздер. Тазалығға, качествосыға гарантия. Бұнда бағасы 120 мың. Кішкене саудасы бар. Шындықты айту керек. Одан кейін тағы мына біреуіміз бар. Бұл да советский. 10-ға 50. 10-ға 50. Союз кезінде шыққан. Регулировкасы мына жерден де и мынадан да болады. Ол бинокль түсінетін адамдар өздері біледі. Бұнда енді родной чехолы жоқ. Жігіттер, мынандай бірдеме тауып қойдық. Бұл бинокль 135 тұрады, гарантиясы да бар. Ешқандай айыбы жоқ. Көріңіздер. Енді ары қарай кеттік. Мына бір көздік бинокль 7-ге 6-ға 8 дейді. 6 деген 6 рет увеличить етеді. То есть 8 деген 8 рет увеличить етеді. 30 деген бұл оның несі? Расстояниясы. Бұл титтей болғанмен өте таза анық көрсетеді. Бұған да гарантия бар. Енді тағы бір бинокль. Бағасын айтып кетіңіз. Бағасы бұның 35 мың теңге. Мынаның советский бинокль турбо деп аталады. Турист 3 20-ға 50. 50 деген мынау, 20 деген 20 рет увеличить етеді. Жиналады, съемный. Бұны чехолы жоқ. Шындықты айту керек. Екінші бинокль, дәл осы сол бинокль. Бірақ бұл бинокльдің несі таза чехолы бар. 10-ға 50, 20-ға 50. Көріңіздер. Трещина, скол, анау, мұнау замечаниясы жоқ. Бағалар айтып кетсеңіз оларды. Бағалар бұлар 55 мың. 55 мың. Үшінші бинокліміз. Бұл да советский. Мына жазулары бар. 40-ға 20. 40-ға 20. Мына 40 дегені 20 деген увеличениесі. Чехолы мынау. Ұзармайды ма? Жоқ, ұзармайды бұл. Мына 380 дейді. А мына 180. Тынық анық көрсетеді. Чехолы мынау. Ал енді мынандай тағы советский бинокльдарымыз бар. Мынау 10-ға турист 4 дейді, 10-ға 30. 30 деген мынау, 10 деген 10 рет увеличить етеді. Жиналады бұл. Двухсекционный. Бұның бағасы 25 мың. Дәл осындай бір бинокліміз бар. Бұл да идеальный состояние 10-ға 30 жазулары бар. Бұнда бағасы 25 мың. Андай сарапина, скол, анау мынау деген жоқ. Бұның родной чехолы бар. Чехолының мына крышкасы бар. Бұнда бағасы 25. Осындай жігіттер. Ал енді мына жаққа келсек, мынандай американский
бейсбол дей ма, футбол дей ма, не дейді, сондай ойынның несі бар, қолқабы бар. Мен өзім шындықты айтсам түсіне бермеймін. Бұның бағасы 10 мың теңге. Бір емес үшеуі бар. Алам десеңіз де алыңыздар. Су жаңа қолданбаған нәрсе. Тағы бір Материалы қандай материалы? таза кожа. Өз көрініп тұр ғой былай. Бұны түсінбеген үшін мен 10 мың деп жатырмын. Ата қымбат тұрады екен өзі. Интернетте пәленбаймын. Ал енді мына норка, советский норка. Әйелдердің пальтосын жағасы Совет одағы кезінде шыққан 11 рубль, то есть 111 рубль. Ең күштілер. Союз кезінде бұлар дефицит болған. Бұнандайдан екеуі бар. Мына жерде советский этикеткесімен тұр да мына. Бұның бағасы 85 рубль болған екен. Мына 85 рубль 10 тиын. Бұлар жап-жаңа қолданбаған. Бұларды қанша деп отырсыз? Бұлардың бағасы әрбірі 5 мыңнан. Ал енді мынандай лыжный аяқ киім бар. Лыжный аяқ киіміміз 39-40 размер. Совет одағы кезінде шыққан. Бұның бағасы 10 мың теңге. Астын көрсетіп жүрін, астын. Астын көрем десеңіз мына асты. Су жаңа киілмеген. Енді ары қарай кеттік. Мына жерде Совет одағы кезінде шыққан яловый дейді. Яловый етік. Двойной. Размер 40 размер. Идеальный состояние, да? Складтан шығып қалды бұл. Бұл бағасы, тоқетер бағасы 25 мың теңге. Размерін айттыңыз ба? Размер 40. Бағасы 25 мың теңге тоқетер. Размерлерін айтып кетсеңіз, да? Бұның бағасы размер 40-шы. Ал мына жерде баяғы өткендегі конный спорттың, ат спортының несі етігі 42-43 размер. Состояние идеальный. Бұна двойной кожа. Бұның бағасы 50 мың теңге. Енді тағы бір яловыйымыз бар. Размері? Размер 42-43. Екеу ормасызды? Біреу ақ осы да енді. 42-43 кете береді десеңші. Жобада сондай да. Мына 40 размер. Бұл да советский. Яловый, бірақ бушный, сөзді ашығы. Бұның бағасы болатын жері 15 мың теңге. Бұл аманшылық болса советский нәрселер әлі талайға жетеді сіздерге. 20-30 жылға жетеді. Мыналар не? Мына альпийский кошка дейді, то есть альпинистердің кошкасы. Аяққа киетіні. Қолданбаған. Союз кезінде шыққан. Қапшықтарымен тұр. Бағасы қанша? Жұбы ғой. Бағасы жұбы енді 10 мың теңге кемі бар. Сізде үшеу бар ма? Жоқ, 10 шақтысы бар. Естен айтам ғой. Мына айтып беріңіз енді бұны. Ал мына баяғы шоқпар 19 ғасыр дейді. Баяғыда ата-бабаларымыз қолданған екен. Мынандай товар не дейді? 19 ғасырдың шоқпары ма сонда? Иә, 19 ғасыр. Мынау бет жағына кіріп түскеннің несін терісімен қапталған екен. Қапталған, а? Иә. Оны енді қымбат емес 10 мың теңге беріп жібереміз. Қызыққандар болса звондасын. 10 мың теңге ма бағасы? Иә, Бұлар қолданыста болған тауарлар ғой. Хабарласа бересіздер. Номеріңізді айтып кетсеңіз. Ал нөміріміз 8702 811 8707. Фархат Асын. Шымкент қаласы Кыртый базарында орналасқан. Осындай бас киім сұраған кісі бар еді, менде бір жігіт сұраған еді, мен личкама шығып атқа киетін бар ма деп, танкілердікі бар екен, ол естімей қалады екен да. Мынау маталы, мынау құлақты естиді, мынау ішінде жұмсақ маталы болып тұр ішінде. Атқа мінетіндерге жақсы, мына көкпар шабатындарға. Самог, мына несі бар екен, қыстырып қоятын. Бағасы 3,5 берді ба бұны? Иә, 3,5. Бағасы 3,5 мың теңге. Жігіттер, мынау бір шатысы бір аяқ киім келіп қалыпты. Мен өзім былай байқамаппын. Мынау бас ақша болып тұр да, ойы ол. Екеуі екі түрлі болып тұр да, мынау ойы. Размері бірдей, иә? Иә, размері бәрі бірдей. Шатысып кеткен, ауысып кеткен в общем. Бұның размері нешінші екен? 43-42. Иә, соны енді бір енді айтуға да не алып тұрмын, бірақ біреулер не болса тегін ақ бере саламын. Мал-палға қарайтын адамдар болса, бір аяғы жоқтар болса, келе берсін, тегін беріп жіберемін. Тем тастап жібергенше. Бізден аяқ киім алғандарға не қыламыз? Качество подарка беріп жібереміз. Аяқ киім ағандарға қосып бересіз ба?
Иә, аяқ киім алғандарға. Бұны суретін Былайынша да бере салам, мысалы, бір аяғы жоқ адамдар әртүрлі случай болады ғой енді. Бір аяғы жоқ адамдар келіп қалса, размері тура келсе, сыйлық қыла салам. Материал қандай? Таза кожа. Иә, мынау таза мех іші. Мақұл енді, ондай случай болып тұрады, сол. Ол. Ұялмай келе берсін. Жақсы. YouTube-тан, TikTok-тан деп хабарласыңыздар. Скидка жасап береді аяқ киімдерге, дүрбелерге. Барлығы скидка бар. Басқа қалаларға жіберіп жібересіз қоя, салып жібересіз ба? Иә, басқа қалаларға салып жібереміз. Таксимен болса? Пойызбен ба, самолеттен десе де, поштадан десе де, неден десе де жібере береміз. Илажы барынша автобуспен, пойыздан салып жібереміз. Ал енді құрметті қауым, мына өзіңдер пышақтар видео съемкасын көрсетейін деген едім. Мынау Совет одағы кезінде шыққан мясокомбинаттың шапқасы. Жазуларымен тұр. Бағасы 10 мың теңге, саудасы бар. Мынау өзіміз қолдан жасалған. Енді бұл балық аграшқа шабады. Мынау сияқты сүйек шабамайды. Балық аграшқа шабады. Қолдан жасалған пилорамның арасы. Ал кейін мына жақтан кете береміз. Кетесіз ме бағасын? Мынаның бағасы 10 мың, мынаның бағасы 12 мың. Ал енді мыналар советский пышақтар, баяғы Союз кезінде шыққан. Мынау охотничий пышақ. Бұлар чехолы жоқ, енді ескі заманның пышағы. Мынандай чехол қосып берем. Бағасы? Бағасы 15 мың теңге. Мынау таза советский пышақ, охотничий. Мына жерде көрінбес бір жазу бар еді. Мына жерде нержавеющий сталь, бұның бағасы 15 мың. Мыналар да ескі советский пышақтар, бағасы 6,5 мың. Примерно 70 жылдарда шыққан. Мынау Совет одағы кезінде шыққан столовый пышақ, кухняға қолдануға. Бағалар 5,5 мың, 2,5 мың. 5,5 мыңдығы бар, 2,5 бар. Бұларның түрі жай простой болғанменше, пышақтың лезвиясы өте күшті. Бұлар таза. Мыналар советский пышақтар. Мына пышақтарын өзім жасағым, пилорамның арасы тақта кезетін. Сәл жұмысы көпті. Бірақ қараяды, тот баса суда қалса. Атак пышақ кескірлігіне гарантия. Андайымдай өтірік емес. Бағасы 5,5 мың осылар ғой бағалары? 5,5 мыңлар бағасы. Бұл өзбекский пышақ, бұл үшін. Мынандай әртүрлі советский пышақтар. Ал енді мынау мал соятын қайсы болады мал союға? Мал сойғанға мыналар жақсы. Қой сойғанға, мал сойғанға мыналар, мыналар. Мыналар пилорамның арасы. Мынау екеуі бір материал. Просто мынаны тазалап жұқайтқанбыз да ағартқанбыз. Мынау кесілген бойынша. Материал каленный. Пилорамның арасы. Мыналар бәрі советский пышақтар. Түрі простой болғанмен бұлар жұмыс істейді. Налар айтыңыз. Өткірлейтін да көрсетіп беріңіз. Мынау пышақтарын мен сіздерге көрсетейін. Түрі жаман болғанмен кескірлігіне әңгеме жоқ. Советский пышақтар. Енді ана пышақ өткірген деп жігіттер қызық сүйек шаппаңыздар. Ол әшейін рекламада. Лишь бы сату олар дойы. Менің мысалға мынау пышақпен үйге кухняға сәбіз, картошка, анау мынау бәрі тірлікке кетеді. Союз кезінде шыққан знак качествосымен тұр. Бағасы 3,5 мың. Мынандай советский шаппаларымыз бар мына. Мынаның бағасы 6,5 мың. Почти қолданбаған. Жаңадай. Салып көріңіз, ішіне салыңыз. Ол? Бұрақ салсашы ішіне. Идеальный. Бұдан біреу бар. Екеу ме сізде? Мынандайлардан екеу. Бұл да советский. Жазулармен тұр. 5 мың теңге. Тағы біреу бар осылай. Екіншісі бар. Қой қырқыштық. Несі о тарағы? Қойның несін жүнін алатын қайшының пышағы тұр. Жоғарғысы төменгісі. Екеуінің бағасы 2,5 мың. Мынандай қан сындыратынымыз бар. Бұл 2 мың теңге тұрады. Пышақты сақтайтын бар ма еще дейді? Мынандай пышақ қайрайтындар бар. Германский дейді мусат. Совместно Индия ма бір жердікі. Енді бұны ютубтан, то есть интернеттен алып сатып жатырмын. Қанша сатасыз бұны? Бұның бағасы 6,5 мың. Мынандай советский секаторлар бар, настоящий секаторлар. Бұл жерде 3,50 тиын деген ценасы бар. Сізде мынаның жіңішкесі бар қандай? Жоқ, ол қалмады. Жоқ бұл. Мыналар өте күшті, реставрация қып, лезвие қып қайрап қойған. Бұларға гарантия. Бағасы 8,5 мың. Бұдан енді борсық майы дейді, бұның борсық майы. Борсық майы ма? Борсық майы 2,5 мың. 2,5 теңге борсық майы. Российский, сроғы 26 жылға дейін. Мынаны түсірген ем мен. Мынау өздеріңіз баяғы көрген
орақ шыңдайтын. Мынаған орақты салып Өткірлейтін, қояды. Иә. Орақ шыңдап өткірлейтін. бір ағашқа қағып қойып дөңкелерге Дөңгелек қағазда шалғы орақты мынаған саласың мысалға. Мынадан ұра бересің. Ұрған сайын өзі секіректеп келе береді. бағасы 10 мың теңге ма? Иә, бағасы 10 мың теңге. Су жаңа упаковкасымен тұр. Осы ма? Иә, Жаңасы. иә, су жаңа. 5-6 табақ қалды. Келіп алып қалыңыздар. Енді мынау баяғы китайский пышақтар, бұларды реклама қылмай қоя салайын. 1,5-нан 5 мыңнан балталарды айтып жіберіңіздер бағасын. Мынандай медицинский зажим дейді. Қолданылмаған су жаңа тұр. Бағасы 3,5 мың. 10 шақты бар. Ал енді мынау балталарымыз баяғы советский балталар. Бұлар плотнический балта. Идеальный состояниеде. Тылшық қайрап қойған. Мына баяғы 5,5 теңге екен. бағасы 5,5 мың. Жазылу өзіне жазылып тұр ғой бағалары. Ал енді мына балтамыз баяғы тепловоздың рессордан жасалған. Темір шабатын балталар осы. Соның родной ағасы бар мына. Бұның бағасы 6,5 мың. Мынаның бағасы. Яхия деген ұстама. Иә, Яхия деген инициалы сол адам. Соның несі ғой ағасы мынаның. 7,5 мың. Соның дәуі бар. 18 мың, кемі бар. Ет шабатынға да бұл. Ет шапқанға, от шапқанға, иә. Бұлар гарантия әлемде түкті емес. Бағасы 18 екен бұл. Иә, 18 кемі бар. Енді мынандай советский балталарымыз бар, мысалға 91 жылға. Бағасы 13,5 мың болатын жер. Мына жақта мынандай советский балталарымыз бар. Кішкентайлар бар екен. Иә, плотницкий балталар, ұста балталар. Бағасы 7,5 мың кішілеу. Мына жылдарда жазылып тұр, 61 жылға. Бұларға гарантия, андай мұндай түкті емес. Бірақ темір шабып, сүйек шабатын балта емес бұл. Илажы барынша ұста балталар. Ішіне бөлінеді ғой, Иә, мынау капкілеріміз палау басатындарға. Мынау дайын болғанда салатыны. Легенге сал, кішіле. Иә. Мұның бағасы 7,5 мың. Соның бір очкесі бар, сәл жұқалау. Мұның бағасы 6,5 мың. Мұналар екі жерден бөлінеді. Мұның бағасы 18 мың. Одан да дәуі бар. Дәу қазандарға. Иә, дәу қазандарға. Бұлардың бағасы 18-ден. 18-ден. Иә. Таздан ержебек, андай мұндай өтірік емес. Гарантиясы. Өзің істейсіз ба? Иә, бұларын өзім істеймін, заклепкасымен, бронзовый заклепка. Андай тәп-ляп емес. Өзім істегенім үшін гарантиясы бар, қорқпаймын. Хабарласа берсіздер, егер хабарласам деген адамдар болса, номерін сұрайтындар бар. Номерін жазбадым ба деп. Мына жерде немен салып жіберемін деп отыр. Таксимен болса таксимен, автобуспен болса автобуспен өзіңіз хабарласа бересіздер. Қол машинканы түсір деген кісілер бар еді. Бар ма деп мынау. Мынау электрический, подольский. Бұрын советтің кезінде шыққан 6 түрлі тігіспен тігеді. Матада мына жерде тігістер бар. Мынау чайка. Бұл да электрический. Бұл 2 түрлі тігіспен тігеді. Тіке тігіс и зигзаг. 2 түрлі тігіспен. Анау құрақ құрайтындарға соларға арналған негізі. Зигзагты солар көп қолданады. Чайка екен бұл, Чайка. Мынау қол машинка. Состояниесі бәрі жақсы, идеальный. Крышкасымен. Мына крышкасы бар. Мынау тоже қол машинка, бірақ экспортқа шығарған вариантта сұр қылып шығарады да олар. Сұр или қоңыр или көк. Сонда әртүрлі цветте шығарады. Экспортқа шыққан. СССР-ді ма? СССР-дің экспорты ма? СССР-дің экспортный вариант қылып шығарған. Мынау да соның баламасы чайка 2. Сол чайка 2-ге ұқсатып тұрып шығарған бұны да. Бұл да экспортқа шығарған кезінде формасын сәл өзгертіп шығарған. Чайка 2-нің формасына ұқсатып тұрып. Бұл да ручной. Бәрі тігіп, мына бәрі істеп тұр. Мынау бұл где-то 1,5 ғасыр болған машинка бұл, германский бұл. Как Зингердің поколение ғой, Зингердің несі басындағы. Аталар десек болады Зингердің. Бұл да әлі тігіп тұр міне. Сағат болып істеп тұр бұл. Бағаларын айтып кетсең? Баға мынау 30, эксклюзив болған үшін 30 бұл. Мынау 10 мың, мынау 13 мың, мынау 20 мың, міне. 25 бағалары. Алдына бір түсір жүрейін өтіп. Ремонттау керек болса, ремонттап береміз. Любой машинка істей береміз. Басқа қалаларға мысалға. Басқа қалаларға доставка салу керек болатын болса, саламыз. Только
неден автобустан или сол жеңіл машинадан Индрайверден. индрайверден солайдан сала аламыз. Былай почта не арқылы жібермейміз оны. Номер айтып кетесіз ма? Нөмір 771 660 67 61. Қазіргі современный машиналарда тұр, міне арзан бағада бұларда. Орналасқан жері Кыртый базар ғой. Кыртый базарда, Шымкент қаласы Кыртый базарында орналасқан жабық базары. Мына қазіргі шыққандар дейді. Қазіргі шыққан мынау мысалы Жаноме магазиннің бағасынан қайда арзан негізі. Енді бұл болғаннан кейін де 30 мың теңге. Мына тігістерінің бәрі міне. Мына тігістің бәрін тігеді. Зигзаг па? Иә, зигзаг, мынандай кардиограмма сияқты тігістер болады, әртүрлі клетка дейміз өзіміз. Сол сияқты әртүрлі тігістер болады мына. 30 мың. 30 мың, иә. Электрический. Ал мынау 20 мың болады мынау. Бұл да Жаноме кіші варианты. Бұл негізі бірінші андай японский вариантпен шыққан бұлар. Бірінші шыққандар. Жаноме бұл. Тоже. Мына жерде тігіс бұда аз болады. Міне. Тігіс аз болады бұда. Так. Бұлар болды. Мына жерде мына аверлок деген машинка бар міне. Аверлок. Осылай түсір деп сұраған кісілер бар еді. Аверлок бар ма осы базарда? Иә. Бұлар бірінші шыққан тоже мынау советтің аяқ жағында шыққан машинкалар бұларда. Бабочка, GN деген, GN2 деген машинкалар аверлоктардың поколениясы. Енді бұларда качество жақсы. Қазіргі аверлокқа қарағанда бұларда качество жақсы. Неге? Өйткені қалың жұқаны тіге бересіз бұлар. Жұмыс істеп тұр ғой. Жұмыс істеп бәрі істеп тұр міне. Тігісі міне бәрі. Тігіп тұр міне. Бағасы қанша? Бағасы 25 мың теңге. Бар жол. Бағасы 25 мың теңге деді ғой. Аверлок. Мына жақта міне тоже самый жаңағыдай машинкалар. Чайкалар жаңағы. Түсірдім ғой. Мына жақта мына аверлоктар. Одан кейін анау нені көрсетейік. Бір антиквар бар тоже, міне. Мына антиквар машинка. 1860 жылы шыққан бұл да. Міне, нелер шығып тұр. Мына астында поддонның өзі міне. Темір да бұл да. Міне астында поддонның өзі темір бұл да. Мына бәрі ағашта, бәрі өзінікі родной. Бұл да тігіп тұр міне. Қалай не алды? Мынаусы не. Болды. Міне, бұл да тігіп тұр әлі. Антиквар. 1860 жылға. Бағасы? Бағасы 100 мың теңге дейді бұл. 100 мың теңге бағасы. Антиквар. 100 мың теңге? Как гитараның формасы сияқты формасы. Өздері ұсталар осы жерде. Өзіміз Ремонттайды өздері. Ремонттап жатыр. Ал енді техникаға келетін болсақ, инструменттерге келетін болсақ, мысалы міне, бұларды тоже самый арзан бағада беріп жатырмын. Жаңа ғой бұлар. Бұлар бәрі жаңа Славмаш фирмасынан міне. Славмаш фирма, российский фирма. Міне, бұл 180-дік. Мына жерде міне 180-дік. Бұның өзі болатыны 15 мың теңге. Арзан бағада. Оборот. Обороты міне 1800 оборот. Мощность 1600 оборот міне, мощность. 1600 киловатт міне. Ал мынаусы 10 мың теңге болады. Бұл да кішкентай 125-дік. Обороты 900 ватт. Мына айтылды бағасы? 15 мың теңге. Үлкені 180-дік 15 мың, мынау кішкентай 125-дік 10 мың теңге болады. Мынау префоратор, монтажный деп айтылады. Префоратор. Бұл фирма мынау ненікі, Альпах қой. Фирма осындай. Мына жерде міне 1400 оборот. 1400 оборот. 1400. Иә. Несі болатын болса, бағасына келетін болсақ, бағасы 17 мың теңге. Шурповер. Мына шурповер слабмаштікі тоже. 8,5 мың теңге. Шағын ғана, электрический. Тоже тоққа тоқ. Тоқпен істейтін жаңа. Батареечный емес, жаңа. 8,5 мың теңге. Өте арзан бағада. Мынаны айтатын болсақ, бұл мата, киіз, палас кесе беретін электрический қайшы деп айтылады. Бұл батареечный, батарейкамен жұмыс істейді. Бұлай тексеріп көрсете салайын сіздерге. Міне. Кілемдерді кесе береді ме? Кілем, я міне. Кесе береді. О жағын ойындамайсыз. Кілем, бәрін. Киіз. Қалыңдау нәрсе кесіп көрсету керек еш. Бағасы қанша бұның? Бағасы 10 мың теңге.
барлық несімен мына запас дискісі бар. Жаңағы мата кескенге. Енді отверткісі өзінің. Зарядка несі мына майлайтын майы. Ішінде бәрі тұр. Новый жаңадан. Нөмір 771 660 67 61. Енді ток беретін движоктарға келсек. Ток беретін движоктар, иә. Мына жақта мынау 5-5 деп айтылады. 5-5 киловатт. Мына киловатты қинасаң былай 5-5, таза беретіні 5 киловатт та бұда. Фирма Матеус бірінші қандайлар. Если что, аккумулятор жалғап, кілтпен оталдырса болады. Бұл енді бұл ескі болғаннан кейін бағасы 70 мыңға болады. 70-ге беремін бұны. Бағасы 70 мың теңге. Иә, бағасы 70 мың теңге. Мына жақта бар мына. Мына запчастьтар да табылады осы. Авиалоктар қондалар, Иә, авиалоктар. Запчасть несі ол? запчастьтарды сатасыңдар ма? Запчасть бәрі сатылады, иә. Барлық запчасть табылады. Өздері ұста бутигің қанша сенің? Бутик міне 29 бутик. Ореке деп келе бересіздер міне. 29 бутик. 29-а келе берсе ол. Иә. Мына жерде міне тоже ток беретін кішкентайы, бұл как походный деп айтылады. 850 ватт. 850 ватт бұл кішкентай походный жаңағыдай. Майокке жаңағыдай рыбалка, охота рыбалкаға шықса, сол кезде керек болатын нәрсе. Жақсы дүние. Бәрі істеп тұр. Бұның бағасы 35 деп жатыр. 35-ке. Мынау үлкені бұл. Енді бізде қазір пока бізде тұрған ең үлкені бұл 6 киловатт. Фирман деген фирманыкі, аты фирман. 6 киловатт. Тоже мына кілтпен оталады бұл да. И қосымша мына жақта заводилкасы бар. Қолмен ба? Иә, қолмен. Если не болмаса, қолмен оталдыра бересіздер. Бағасы қанша? Бағасы 120. 120 мың теңге. 120 мың теңге. Сұрақтарыңыз болса, звондап, жаңа айтқан нөмірге хабарласып келе берсеңіздер болады. Крытый базары, Иә, Крытый рынок базары. Шымкент қаласы. Шымкент қаласы. Соңғы темірдің қатары Крытый базарға кіргенде, темірдің қатарына Ореке, швейный машинка жөндейтін Ореке десеңіздер, сіздерді жібереді. Звондап хабарласып келе беріңіздер.